Сәлем достар, сіздермен бұл қазақ кезет. Бүгін толағай мәліметтер айтатын боламыз. Ал біз видеомызға кеттік. Баяғыда бір Саржан атты садақшы болыпты. Ол садақшының баласы болмапты. Bir күні одан бала туыпты. Ол қуанғаннан барлық ақсақалдарды шақырады. Содан олар ақсақалдар оған ат қояды. Ол баланы шаңыраққа көтеріп, толағай деп құлағын айтады екен. Ол бала 7 жасында садақ атады. Содан ол өскеннен соң халықтар сусыз қалғанын, көздеріне жас аққанын көріп, үйіне барып, оларды аяйды. Ол апасынан сұрайды: ең көп жауын шашын болатын жер қай жақ дейді. Апасы айтады екен: көп жауын шашын болатын жер ол тауда болады екен. Сосын толағай бір шешімге келеді: мен тауды қайтсем де етіме қарай алып келемін дейді. Содан толағай тауға қарай жетеді. Ол тауды көтеріп, арқалап үйіне қарай апарады екен, еліне. Толағай тауды еліне қарай жақындатады екен. Содан халықтар бәрі қуанады. Бірақ та оның астына толағайды көреді. Халқы толағайдан көрген соң жоқ деп айтады екен. Содан толағай таудың астында қалады. Анасы көз жасын төге береді екен. Аңыз бойынша таудың аты толағай деп аталады екен.